Bunday bir şey yaptı. Kırıştık kali. Sizler tasmalardaydı. Kırıştık. Жақсы, айтады. Қандай балалар ерекше мәдени мұра. Ол көшпелі және отырықшы өмір салтын өрнектеген туындап, киізден бастап мешіттер мен кесенелерге дейінгі алуан түрлі нысандарды қамтиды. Ерекше өнердің бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол Орта Азия сәулет өнерінің жауһары саналады. Қазақтардың әртүрлі дәстүрлі сәулетінде табиғи материалдар кеңінен қолданылған. Ал өрнектер мен ою-өрнектер ұлттық нақышты айқындайды. Жақсы. Белгілеп отырамыз. Екінші топ сіздер дайынсыздар ма? Жақсы. Ал кім оқиды? Негізгі ақпаратты анықтау, жанр оқиды. Мәтіннің өзіндегі ойы бүгінгі Қазақ даласындағы әлемнің үздік суретшілердің қатарында отырған сурет өнерінің шеберлері мен керемет идеяларын жүзеге асыруы, ұлттық нақыштағы әсем ғимараттар мен ескерткіштерді дүниеге алып келеді. Жақсы. Үшінші топ. Қане? Дайын ба, көтерілер? Қане? Сөйлейміз. Мына жерге шығайық. Тыңдап отырайық, иә? Еңбегіңізді де тыңдайық. Біз суретті салдық себебі біздің ойымызша ол Астанадағы ең көркем сәулет өнерлердің бірі. Ол Астанамыздың символына айналып десек те болады. Бұл ғимараттың авторына аңыз арқылы ойына келеді. Себебі аңыз бойынша самұрық құсы осы ағаштың бойындағыдай жұмыртқасын Жарите бұл потеряшкішілер этаждар бар ғой, жаритемізді қалға қоятын арманымды айтасың. Сол бізде орындалмайды деген бар. Жақсы. Жақсы. Қосасында ма? Жоқ. Мадауында. Жақсы. Бірінші қатылар орындалды. Енді тақтарға назар аударайық. Грамматикаға назар аударайық. Бүгінгі біздер мәтіндегі сөйлемдердің орнын тәртібі. Қазақ тілінің синтаксистік мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланып, әртүрлі ойға сәйкес етіп, алуан түрлі сөйлемдер құрай білу бұл адамның тіл шеберлігін байқатуға қажет етеді. Яғни адамның басқаға хабарлайтын пікірі жеке сөздермен шектелмей, уласа айтылған сөйлемдер қатарынан тиянақталып тұрады. Сондықтан сөйлемдер өзара дұрыс құрылуы керек. Сонда ғана тыңдарман мен оқырман сені жазушының тілін яғни түсінеді. Орын тәртібімен, әр сөз орын тәртібімен қолданса, өте әдемі көркем сөз шығарады. Міне мына жерде балалар сендер кітаптарында да бар осы. Қате қолданыс, дұрыс қолданыс деп берілген, қате қолданыс аталған сөздің Астананы әлемде сахнада таныстыратын болды деп жобаның мақсаты елорданың имиджін нығайтып, танымалдығын арттыру, туристік тартымдылығын насихаттау, елорданың үздік сәулетшілерімен және суретшілері бас қаланың туристік символын жасауда шеберлігін сынайды. Дұрыс жазылуын қараңдаршы, дұрыс сөйлемнің орын тәртіптері ауысты, иә? Осы бойынша қазір біз жұмыс жасаймыз келесі. Жақсы, келесі тапсырма алды. Бірінші топ сәулетшілер тобына мәтіннен аталған мәтінмен сендер бірінші сөйлемді қараңдаршы, осы сөйлемге синтаксистік талдау жасаңдар. Екінші топ ғимараттар тобы сендер мәтіннің ең соңғы сөйлемін қараңдаршы. Осы бойынша синтаксистік талдау жасайды. Ал дизайнерлер тобы сендер мәтіндегі келесі бірінші түрмені шатсы кетті ме? Бірінші топқа мәтіндегі аталған сәулетшілердің есімдерін, олардың еңбектерін сіздің түрінде жазыңдар. Сендерге бірінші сөйлемді синтаксистік талдау, сендерге соңғы сөйлемді синтаксистік талдау жасаймыз. Қаламен жазыңдар. 3 минут уақыт беремін. Сендердеміз.
Üzük serleştireydi. Çay iç. Islak kıskanmış kocaman. Kocaman. Vakit. Bizi karışık tarafları Biz dedik balık. Vakit